6-ға 7 қосқанда 13 деген сан болады. Ха-ха-ха. Ей, қабақ 6-ға 7 қосқанда 80 болады. Ей, қабақ десе, соңында білмейсің бе? Сен одан да қабақ қылмай, бірінші арықтап алжайсың, сосын оқисың сабағын. Оны том-томпақ біліп жүрсің қарашы. Қайдағы 87? 6-ға 7 қосқанда 13 деген сан болады ғой. Неге өтірік алдап отырсың мені? Ол қалай 87 болады ол? Түсінбедім. Мен қабақ емеспін. Маған қабақ деме мен деген. Енді қазір итігілерге айтып берейін сені. Мен қазір итігілерге барып айтып келейінші. Қазір үйіме барып айтам сені. Ой, бассейнге түсіп кеттім ғой. Қазір итігілерге барып келейін. Итігілерге барайын. Папа, қайдасың? О, қайда кетіп қалды? Папа, қайдасың? Ана мені мектептегілер қабақ деп жатыр. Мен қабақ емеспін ғой, Мені бәрі мазақтап қабақ деп жатыр маған. Мен қабақ емеспін ғой, не өйтіп айтады түсінбеймін да. Енді дұрыс қой, сен деген арықтап, тамақты дұрыс жеп, қачок қылып, бұлшық ет өсіріп, мықты бала болуың керексің. Соңғы кезде класстастарыңда озып кетесің бәрінен. Сондықтан жүр тренировка жасаймыз. Артынан не? Көзі баратым. Ой, не жоқ, қой. Қазір тренировка жасаймыз, Ол не істейміз енді? Қазір қолыңа гантель аласың. Осылай деп жасайсың. Қолыңа гантель алып ал. Өзінің салмағыңа жететіндей гантельмен жасайсың. Мына гантельмен жақсы екен. Мен скоро качок қыламын шынымен де. Иә, качок қыласың. Өстіп жасат, достап.